Сәлем достар. Алдарың қалай? Бүгін біздің солай де подкастта Шыңғыс Абайбол деген YouTube арнасынан танисыздар. Және Әділ Пазл. Оны енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Қазақстандағы ең үлкен қазақ тілді арна десек болады. Және әдеттегідей Елзат және мен Нұрқожа. Енді бүгінгі тақырыбымыз жаңағы нені айтайық та, солай де подкасттың ерекшелігі үнемі ше. Енді бүгінгі подкастқа келіп тұрған жоқ қой. Негізі солай де подкастқа біз танымал емес, бірақ қазақ тіліне үлесін қосып жүрген, дамуына жұмыс атқарып жүрген адамдарды шақырып, оларды халыққа осылай көрсету біздің негізгі мақсат. Бірақ бүгінгі енді біздің қонақтарымыз бізден көбірек аудиториясы. Негізі әдеттегідей барлық подкастта танымал адамдар шақырып жатса, біз өзіміздің принципіміз бойынша тек қазақты контентін дамытып жүрген немесе қазақилықты дамытуға үлесін қосып жүрген адамдарды шақырғандықтан біздің подкасттың өзгелерге қарағанда жылжуы өте қиынырақ, өйткені танымал емес адамдар. Сондықтан астына комментарий жазып, жұрттармен бөлісіп, сөйтіп қойыңыздар ағайын. Солай де. Ал енді бастайық. Шыңғыс, Әділ, екеуінде қазақша жүргізесіңдер контентті. Ол негізі бір жағынан батылдық десек болады, себебі енді қазақша жүргізу отыра көп аудитория жинау қиын негізі. Орысша жүргізсең тез өсіп кетесің. Не себептен қазақ тілінде жүргізесіңдер? Бұл бір әдейі жасалып отқан нәрсе ма, идеология үшін, тіл үшін, әлде өздерінше солай ыңғайлы болған соң бастап кеттіңдер ма? Жоқ, бірінші сұрақты былай қойса, орысша жақсы сөйлейсіңдер ме? Иә, орысша жақсы сөйлейміз. Мен орысша вообще сөйлей алмаймын. Жоқ, осы жерде айтайын деген ол таңдау ғой, таңдау. Иә. Мен соны сұрап тұрмын ғой, таңдау. Не үшін бұл осындай таңдау жасалды деген? Не үшін қазақша, орысша емес? Себебі бәрі орысша бастап жатыр ғой көбісі енді. Барлығы демей. Өзіне жаңа пайдалы болғаннан кейін орыс тілін қазақтар да біледі, орыстар да біледі. Аудиториясын үлкейту үшін көбісі орыс тілінде жүргізіп жатады. Біздің қонақтар ондай емес. Сосын айтайын дегенім, мен қазақша сөйлейтіндердің барлығын сыйлаймын, бірақ оның ішінде орысшаны жақсы меңгеріп тұрып қазақша сөйлейтіндер бар ғой. Сол үшін респект. Рахмет. Ол білмеймін деді. Мен мүлдем білмеймін дедім ғой. Вообще. Әзіл негізі Шыңғыс өте жақсы сөйлейді орысша. Нені жаңа басында айтып қалдыңдар ғой. Біз бағдарламамыз танымал емес, ешкімге керек емес, бірақ қазақша сөйлейтін қонақтар шақырамыз деп. Жоқ, өйтіп айтқан жоқсыз ғой. Нақты менің бақшама тас лақтырып жатырсыздар. Мен негізі танымалмын. Сонымен достар, алғашқы танымал қонақтарым құтты болсын. Жоқ, бүйтіп айттық қой, негізі солай, бірақ бүгінгі подкастқа келіп тұрған жоқ деп. Жоқ, әзілдеп отыр. Енді қандай сұрақ болды? Не себептен қазақша? Мақсат неде қазақша жүргізудің? Шыңғыс бастасын, одан кейін. Әрине мен бастаймын. Енді қазақша себебі мен қазақ тілінде жақсы сөйлеймін өзім. Қазақша ойымды жақсы жеткіземін. Бірінші себебі осы. Егерде жаңағы орыс тілінде қазақ тілінің деңгейіндегідей сөйлей алатын болсам, бәлкім екеуін қатар алып жүретін едім. Бірақ дегенмен де енді қазақша жақсы сөйлегеннен кейін, енді қазақша сөйлегендіктен қазақша жасаймын. Бар мәселе осы да. Оны мен дәлелдей аламын, өйткені Шыңғыспен камерадан тыс өмірде де сөйлескен болатынбыз. Тәнті болғаным, сөздік қоры өте үлкен. Иә, соған таң қалам. Мен ойлайтын камерада ғана сөйлейтін шығар деп. Жоқ, кәдімгі өмірде де солай сөйлейді. Сол деңгейге мен тырысып, сол деңгейге жеткім келіп жүр. Өзім де дәл солай. Шыңғыстың видеоларын көрген кезде қазақ тілін естисің ғой, ана кәдімгі нанға жағып жеп қойғым келеді ғой. Қазақ тілін сөзін естіген кезде. Рахмет ағайын. Көздерің тиіп қалмаса болды. Сенің мына жерде опық жеп қалмайын. Сенің қазақша жүргізудің себебі сен қазақшаны жақсырақ білесің. Сол, иә, негізгі себеп? Негізгі себеп осы ғой енді, қарапайым тілді айтқан кезде. Егер де мен ағылшын тілін жетік білгенде, 3 тілді істер едім. Яғни сен принципиально мен қазақпын, қазақ тілін дамытам деп қазақша түсіріп жүрген жоқсың. Енді жас кезде, мен рэп айтып жүрген кезінде менде сондай принцип болды.
қазақша жаңағы әндерімізде ешқандай ана паразит сөздер, короче, в общем деп қазіргі рэпте көп қой ондай қазақша орысша араластырып айтады ғой. Біздің кезде шығармашылықта мүлдем ондай паразит сөздер, қосымша шетелдің сөздерін қоспайтын ек. Ол кезде менде жас кезде жалындап тұрған кезде сондай жалындаған принцип болды да менде. Ал қазір әдет болып қалды. Қазір әдет сияқты, иә. Солай болу керек деген сияқты, иә. Өзімді басқаша жолда елестете алмаймын да, тек қана қазақ тілінде болды. Қалай істейміз Нұрғожа? Патриоттық сезіммен деп айтамыз да, сонымен әлде просто ыңғайлы болғаннан кейін деп ойлаймыз да? Екеуі бірге шығар. Жоқ, негізі Шыңғыстың айтып тұрған дұрыс. Біз қойып жатқан сұрақ негізі қойылмау керек қой. Иә. Дені дұрыс, қоғамда ондай сұрақ болмау керек, дені дұрыс халықта. Неге сен өз тілінде жүргізіп жүрсің? Бұл біртүрлі ғой деген сияқты. Жоқ, енді сондай жағдайға келіп қалдық қой біз. Негізі Қазақстан сондай бір көріп тұрсың ба? Бұл құлдық санадан арылған адам болып тұр да. Оның миында құлдық сана жоқ. Енді әділдің жауабын тыңдайық. Сонда біздің санамызда құлдық сана қалып кеткен ба? Солай болып тұр ғой енді. Иә, мен сендерге қарасам андай бір құлсыңдар ғой есеп жүрген бір. Жоқ, құлдан бөлек. Құлдан бөлек. Жаңағы сендердің көзқарастарың бойынша қазақ тілінің халі мүшкіл, өліп бара жатқан сияқты. Сондай ғой сендер. Ондай емес па сонда? Мысалы үшін мен жас кезіме келетін болсақ, 2004 жылы Алматыға келгенде қазақ тілінің халі қандай еді, қазіргі қазақ тілінің халі қандай? Жоқ, сонда да дұрыс емес қой. Әлі жұмыс істеу керек қой. Сондықтан осы салада жүрміз ғой біз. Иә, енді сол үшін біз енді бірде жаңа мақал бар ғой, Шымкент бір күнде салынған жоқ деген ше. Сол сияқты асықпай істеу керек та, ешқандай радикализмге салынбай, ақырындап осылай ақырындап. Ал егерде жаңа ұрандатып ойбай неге қазақша сөйлемейсің, жаңағы ақш-тағыдай жаңа радикалистер сияқты Black Lives Matter деген сияқты кететін болсақ, онда біз құбыжық сияқты болып қаламыз. Сондықтан да жұмсақ, байыппен сөйтіп үгіттеу керек. Тезірек болмай ма? Сондай жастар, блогерлар осы қазақша контент түсірейік, үйтейік, бүйтейік деп шақыра берсе, осы нәрсеге тезірек келмейміз ба не сонда біз? Тезірек келуге болады негізі. Бірақ алдындағы сұраққа оралатын болсақ, жалпы пазл арнасынан 6 жыл болды арнасына. 6 жылдан бері қазақша істеп келе жатырмыз. Ол кезде мүлде болған жоқ қазақ тілді контент. Енді қазір көтерілді. Ол енді уақыт керек деп ойлаймын әлі де. Ал неге орысшаға өткізе салмадыңдар? Тезірек жинайтын едіңдер ғой мысалы. Бізде орысша арналар болды, бірақ олардан ешқандай біз фидбек көрген жоқпыз. Қазақ тілінен түсіре бастаған кезде қазақ тілді контентті бір жағынан тілді дамытып, енді тілді дамыту деген үлкен сөз, бірақ дегенмен бұлай қазақша контенттің деңгейін көтеруге тырыстық. Оған қоса 6 жыл бұрын қазақ тілді контентте бәсекелес жоқ еді ғой. Иә, болған жоқ. Сондықтан бір жағынан сендерге жеңілірек болды. Мысалы үшін нарық бос. Ал енді екеулерін қазір не үшін жүргізіп жатсыңдар? Жалпы мысалы сен рэпер болдың, иә? Сен канал жүргізіп жатып. Айта кетсең, негізі Шыңғыс былай айтқанда көп адам, менен жасты адамдардың көбісі қазақ рэпінің ханы деп біледі. Өйткені қазақша рэп енді туылып басталып келе жатқанда соның басында болған Шыңғыс сияқты ағаларымыз. Рахмет. Жоқ, менен жасты емес қой. Кім 40-та емес па? Мен 42-демін. Енді кезінде сол рэппен жүрдік, ол кезде жаңағы кімнің әділдікіндей бізде де аса қатты бәсекелес болған жоқ қазақ тілінде. Сондықтан да сол кезде біздің рэптің, біздің музыканың тыңдарманға жетуі, тыңдармандардың арасында сұранысқа ие болуының бірден бір себебі ол бәсекелестердің болмауы. Ал қазіргі уақытта келетін болсақ, қазір рэпер де көп қазақ тілді ютуберлер де көп. Сондықтан да қазір енді шамал қиындау. Мысалы үшін бәсекелес көп. Бәсекелес көп дегеніміз, яғни қазақ тілді контент жасаушылар көп деген сөз. Сондықтан қазақ тілінің жағдайы қатты мүшкіл емес. Бірақ ютубқа не үшін көштің сонда? Мен енді өзім іштей шығармашылық адаммын да, бір нәрсе жасағым келіп тұрады сондай. Андай мені бұдан бөлек өмірде бизнеспен айналсам, яғни барбершоп, анау сондай тірліктермен айналсам, бірақ ол күйбең тірлік та. Бір күйбең тірлікке батып кетесің де, бір сондай күйбең тірлікке бататын болсам, мен депрессияға түсем да. Жаным құлазып сондай. Жүрдім 3 жыл, 4 жылда ешқандай шығармашылыққа жоламай. Сосын карантин келді. Карантин кезде бәріміз үйге қамалып қалдық та, өмір жайлы ойланып, өмірдің мәні, бәріміз философ болып кеттік қой. Сол кезде
неге жасамасқа, не істеп жүрмін, сөйлей аламын, сценарий жаза аламын. Негізі карантин кезінде көп адамның өмірі өзгеріп кетті кәдімгідей, иә. сен оған дейін жаңа байқамадың ба, біздің жұмысымызды бәрібір жоққа шығарып отыр да. Қазақ тілінің жағдайы мүшкіл емес дейді. Сонда сен алдында жаңа диджиталға барған кездегі жағдайлар, қазақша емес орыс тілін таңдап жатқан жағдайлар, ол саналмай ма сонда? Жоқ, енді әр адамның көретіні әртүрлі ғой, әрқайсысы өзінің бір несінде өмір сүріп жатыр да, ортасында. Жоқ, Шыңғыс жалпы нені айтып тұрған шығар, қазақ тілді дұрыс контент болғаны, иә, 30 жыл тәуелсіздік алғанымыздан бері әрине дұрыс болды, бірақ 30 жылда осы деңгей меніңше ол өте төмен деңгей. Иә, мысалы Өзбекстанда қатты қалдық біз. Өзбекстанда бәрі өзбекше сөйлейді мысалы. Олар жаңа сен айтқандай радикализм дедің ғой, соның арқасында тезірек жетті. Мысалы олар қатты талап етті радикализм деп, сен тым неғып жердің да, қатты айтып жердің. Ал олар просто талабың сәл қатаңдау қойды да, соның арқасында өзбек тілі басты тіл болып тұр оларда. Енді Қазақстанның жағдайына келетін болсақ, мысалы үшін енді тәуелсіздік алған кезде бізде орыс тілдер саны көп болды. Ал Өзбекстанда мысалы үшін тек Ташкент қана орыс тілді болды, қалған кеңес үкіметі кезінен өзбек тілді олар. Сондықтан оларға енді халық саны бойынша өзбек тілінде сөйлейтіндер көп болғандықтан оларға жаппай өзбек тіліне көшу. Менің ойымша себебі ол емес, жеңілірек бізге қарағанда. Тәуелсіздік ала салысымен латын алфавитін кіргізді, мысалы әліппесін. Бірақ әлі күнге дейін 100% кірген жоқ. Мысалы үшін әлі кирилл алфавитімен әліппесімен латын екеуі қатар жүреді оларда. Иә, ресми түрде ма? Иә, ресми түрде. Мысалы үшін білген жоқпын. Жаңа анау сәтсіз болды ғой латын тіліне енгізу олардың. Сондықтан да әлі күнге дейін қатар кирилл әрпінде, сосын латын әліпбиінде екеуін қатар алып жүреді. Әлі қоғамына толық латын кірген жоқ олардың. Сырт көзге мысалы үшін жаңалықтарда естіп жатырмыз ғой, Өзбекстан бәрі мақтай береді. Ойбай, Өзбекстанда iPhone шығарайын деп жатыр екен. Өзбекстанда Nike, Өзбекстанда Adidas. Машина шығарып жатыр. Машина енді бұрыннан шығарып жатыр ғой енді. Бізде де шығарады емес пе машина? Шкода. Жоқ, бізде тек сборкамен айналысады. Бізде шығармайды. Ол жақта кәдімгідей комплектацияларын жасайды. 100% ба? Жоқ, 100% болмаса да олар жаңағы темірлер бар ғой, нелер, запчастьтар. Олар өздері шығара алады. Көптеген запчастьтарды. Енді ол ұлттың ерекшелігі сондай ғой. Біз енді қазекең енді ондай майда шүйде нәрсеге біз құмар емеспіз ғой. Біз бәріміз әкім немесе учаскелік полицей болғымыз келеді ғой. Немесе рэпер, немесе ютубер. Иә, негізі Шыңғыстың позициясы түсінікті. Қазақ тіліне қалай қарайтыны, оның ойынша бізде бары жақсы, жайлап өз дегенімізге жетеміз деп. Солай де. Біз Нұрқожа екеуміз Instagram, TikTok нелерін платформаларын зерттеп, біраз жетістіктерге ол жерге жеттік. YouTube арнамызға енді ғана назар аударып, күш салып жатырмыз да. Сол сияқты қазақша сөйлей алатын, өзінің саласын эксперт ретінде көрсете алатын, YouTube ашқысы келіп жүрген адамдарға бір кеңестерің, YouTube жайлы бір өздеріңіздің көріп, ерекшеліктеріңіз, өздеріңіздің наблюдение дейді, сол сияқты бір кеңестер айтып жіберсеңіз. Мысалы біздің каналға мысал ретінде, бізде қазір канал жүргізіп жатқанымызға жарты жыл болды. Әлі аздай қаралымдар. Мен өзім ойлай бастадым, мүмкін керек емес шығар деп, бұл халыққа қазақ тілде осындай пайдалы контент. Бірақ бір жағынан қарасам, сенде де пайдалы контент қазақ тілінде, бірақ просмотрлар, оқырмандар саны өте үлкен. Сонда не істеп жүрсіңдер сондай болу үшін? Негізі жай актуалды және трендте болу керек, менің ойымша. Ең соңғы шығып жатқан тренд, актуалды заттарды сонымен араластырып видеоларды шығару керек. Ең басты сыры сода. Неге жаңалықтар сияқты, иә? Бір жағынан жаңалықтар сияқты, басқа жағынан өзінің арнаның тематикасымен бірге қосып алып жүру керек. Мысалы Шыңғыстың тематикасын білемін, мен де білемін, Абай бол деген ол әртүрлі қылмыстар туралы, сондай, иә, криминалды. Сенікі өзекті тақырыптар шығып тұратын шығар, иә, осылай бір қылмыс болды ма, содан кейін сен видеоң шығады, солай ма? Жоқ, менікінде енді қатты өзекті демеймін, өйткені себебі менде болған оқиғалар сонау 92-93 жылда болғандар да бар. Бірақ адамға хикаяны тыңдау, қызық қой. Оған қоса болған хикаяны тыңдау, көру қызығырақ қой, әрқашанда сол жағымен өзекті да. Одан кейін қазақ тілді ютубта тематикалар мүлде жоқ. Сенің тақырыбың қандай деп отыр? Ол жай қызықты тақырыптарды айтатын шығарсың, иә? Топ, мәліметтер, қызықты ақпараттар. Жаңалық сияқты ғой сонда, иә?
қатты жаңалық сияқты емес, танымдық қой, әлемдегі қызықтар, просто қызықты ақпарат деген сияқты нәрселерді айтып отырады да. лайфхактар, жан жақты ғой соның. Иә, барлық. Бізде негізі бірнеше арна бар. Сол ең басты негізгі арнада сол. Сіздердің мысалы тек платформаларыңыз YouTube болғаннан кейін күштің бәрін сол жерге салдыңыздар. А біздің ерекшелік, біз мысалы менің өзім жұмысым бар, проекттер жасаймын. Нұрғожада да TikTok, Instagram сияқты жарты күшін сол алып тұр. Содан кейін біз ақырын біліп жатырмыз да, кликбейк дейді, арнайы превьюны қызықты қылып етіп жасау керек, жаңағы атын қойған кезде атына мән беру керек деген сияқты, сондай сияқты нелерді сұрап жатырмын да мен. Сол сияқты бір совет ретінде. Бұл жерде енді қазір мен бірден совет ретінде арналарды көрмей жатып айта алмаймын. Бірақ былай детальный анализ дейтін болсаң, көптеген советтер өзінің ойымен бөлісе аламын. Анализ жасау керек. Мысалы үшін кеше ғана Нұрқожаның видеосы шықты ғой, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі туралы. Ішін екінші қабатқа шығып көрсетесің. Мына жерде пайда болады қазір. Біз бірге бардық қой соған. Мысалы халық көрмеген жер тұстарын көріп қайттың ғой. Бірақ сен атауында мысалы үшін Түркістан кесенесіне барып оңбай құлап баспен қадалдым деп жазып қойсаң, ол өтірік болып шықпай ма? Жоқ, өтірік болғанда сен видеоға мен мысалы кейде бір видеоны көремін да, қадалып түсіре салды бір жер. Мен бір видеоларды көремін да, мысалы сондай бір нәрсені жазып қояды, ал ішіне кіріп қарасаң таппайсың онда. Ондай нәрсе жоқ та, сосын мен отписка істегім келеді сондай каналдарда мысалы. Отписка істегің келеді, бірақ істемейсің. Істейсің кейде. Мысалы мен максимал түрде жазым келді, қызықтыру шығып ше, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сыры деп. Енді сыры болғанда ол ішкі адам, көп адам көрмейтін жерін көрсеттім, ол шынымен оны сыры десек болады, иә. Себебі көп адам бірінші қабаты ғана бар деп ойлайды ғой. Ал егер мен ішін видеода көрсетілмеген бір нәрсені жазып қойсам, ол әділсіз болмай ма, мен өзім ұятын мазалайды ғой мені. Жоқ, мысалы үшін енді сендер жаңа бізге мұңдарыңды айтып жатсыңдар ғой енді. YouTube арнамыз өтпей жатыр деп. Енді сол мұңдарыңның проблемаларының шешімін бірін айтып, подписчиктерді алдау керек. Қандай бір әділ жол жоқ па сонда? Жоқ, бұл не үшін алдау емес? Алдау емес қой. Мысалы үшін видеоға жаздың ғой кликбейт қылып. Түркістан кесенесіне барып баспен қадалдым деп. Бір видео баспен қадалып түсіре сал, қосып қой сөйтіп ішіне. Алдаған болмайсың. Қадалудың қажеті жоқ, просто мысалы Түркістан кесенесінің екінші қабатында не бар, екінші қабаты нені жасырып жатыр деп. Сондай көрермендерге қызығушылық тудыру үшін сондай сұрақ ретінде өйстіп айтпайсың атауды қою керек. Мысалы осы подкастты шығарған кезде не жазып қояйық хатына? Мен енді астыр әсіл деп айтып жатырмын ғой. Әділдің сөзінің жаны бар, осындай сияқты қылып. Екінші қабатындағы құпия деген сияқты ма, ешкім білмейтін құпияны көрдім деген сияқты. Бірақ ол жерде алып баратқан құпия көрдің бе? Жоқ, соның өзінде қарашы, мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сыры деп жаздым. Соның өзінде адамдар сұрап жатыр да, қандай сыры болды сонда деп, көріп біткеннен кейін. Сыры неде сонда деп ше? Екінші қабатта. Екінші қабаты бар екен білмейтін ек қой, ешқайсымыз. Просто үйтіп жазатын болсаң, сен түсіріп жатқан кезде сөйтіп жазатыныңды ойлауың керек еді да. Сценарийда сыры осы деп тұрып айтсаң, сондай сұрақтар пайда болмайды дейді. Дұрыс па? Болмаса Түркістан кесенесінің ешкім адам аяғы баспаған жері деп несетіп қойасыз. Мысалға соңғы кезде мен видеолар дайындаған кезде алдымен превью мен атауын дайындап қоямын. Сосын түсіресің. Содан кейін түсіресің. Әне. Алдымен дайын. Бірақ қара, сенікі андай ғой, сен білесің да, түсірмей жатып, не түсіретінді білесің, сенде дайын жазбасы бар, иә? Сценарий. Біз мысалы кесенеге баратын кезде, көтерілетін кезде, мен айттым видеода, мен өзім бірінші рет көрейін деп жатырмын, мен шынымен бірінші рет көрейін деп жаттым. Мен қанша қабаты бар екен білмедім, әр жағында не бар екен білген жоқпын. Біз келдік, ал көтеріліп камераны қостық та кеттік әр жаққа. Мен өзім бірінші рет көріп тұрдым барлығын. Жоқ, сол жерде сенің міндетің тек сыры осы деп айту. Сен білдің ғой екінші этажға көтерілетінін. Содан кейін андай сұрақтар болмайтын еді, сыры неде сонда деген сияқты. Нұрғожа, бәріміздің қанымыз іштің ғой сен. Неге сөйтпейсің? Қан ішуді айтпақшы, алдыңғы садақшылар туралы видеода қаным іштің ғой сен де. Қаны көрермендердің қанын ішіпсің ғой кәдімгідей. Иә, жаңа дереккөз арнасындағы біршама пікірлерді көрдім. Мені жаңағы бір
бір сабырсыз, бір ауырсақ беріңдерші мынаған. Ол видеода мына жерде пайда болады. Иә, бір мен жайлы бір адамдарда теріс пікір пайда болып жатыр екен. Енді мен өмірде көңілді жүретін адаммын да. Барлық нәрсеге мен жеңіл қараймын. Өйтіп қабағым түйіп алып, қазақ тілін халі мүшкіл деп айтып жүрмеймін да мен. Барлық нәрсе жеңіл көзқараспен қараймын. Оптимистсің. Иә, оптимистпін да, сондықтан да білмеймін, барлық жерде көңілді, әзілдеп жүрген жақсы емес па? Қабағың түйіп алып, неге садақ атып жүрсің? Садақтың тарихын айтып бер деп. Мысалы үшін жоқ, ол жерде маған қызықсыз болды да, мен өзім болмысым сондай. Біз Нұрғожа екеуміз талқылаған кезде ол жерде хейтті тек ол бауырсақтарға бола емес, сенің рэперлік карьерасына сол кездегі бір ұятсыз клиптер түсіріп, осындай қазақтың қыздарын жаман жағынан көрсетті деген сияқты пікірлер жазды. Шыңғыс, бұл видеода Шыңғыс болса мен қарамаймын да деген сияқты. Иә, хейтерлер олар болып тұрады. Негізгі арнаның ең үлкен дамуына хейтерлер үлкен әсер етеді. Сендерде ол әлі алда. Әлде үйренесіңдер. Қойшы, біз хейтер деген. Ол хейтерге жоқ, YouTube аз болса да біз TikTok, Instagram, Telegram желілерін жақсы жүргізіп жүрміз ғой. Үлкен нелер, подписчиктер, қаралымдар. Бізде хейтерлар әзілдеп отырмын. жоқ, хейтерлар бар да, бірақ мен сұрағым одай емес. Сен бұрынғы өміріңде сондай бейнелер түсірдің, сол жайлы не айтасың? Қазіргімен салыстырғанда қандай өзіңнің көз қарасың деген сияқты. Мысалы, бұрын рэпер болған кезде неше түрлі андай боғауыз сөздер көтердің. Ал қазір мысалы тарих туралы айтып жатсың, біздің идеология туралы тақырыптар көтеріп жүрсің видеоларда. Яғни былайша айтқанда сен басқа адам болып кеткен сияқтысың да. Мен мысалы сен Шыңғыс деген рэпер бар деп айтып жүретін бұрын Эльзат, мен сені танымайтын кезде. Сосын ол бір видеоны көрсетті да, мұны Шыңғыс осы деп. Мен білемін ғой, бұл тарих айтатын жігіт қой деп. Жоқ, бұл тарих айтатын жігіт емес, бұл рэпер, осындай өлеңдері бар деп. Сол мүлде басқа адам сияқты. Тіпті сен бұрынғы клиптарыңды қарасам да танымаймын ше сен сол клиптардан. Мысалы үшін мен енді бұрыннан тарихқа, бұрыннан бала кезден қызығамын да. Өйткені мамам тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты. Сол кішкентай кезімнен мамамның кітаптары көп та үйде. Кітап деген жетеді үйде. Әрқашан соны оқып жүретін едім. Сөйтіп оқып өскем. Енді рэпке келетін болсақ, рэп жанры сондай ғой. Бұзықтықты талап етеді. Мысалы үшін кітап ұстап алып бүйтіп, бәріңді бүйтем сөйтем деп тұрсам болмайды. Қабақ түйіп бір образға кіру керек қой. Сондықтан да амал жоқ. Сондай образда. Онысы не жас болды. Оған қоса қан қызу жас кезбіз. Алматыға келдік, ата-ана анау жақта, еркіндік. Қасыма бұзылған балалар қосылды. Қай жылдар айта кетсең? 2006 мен 2014-тің аралығында. Сол кезде кәдімгі тұрақты түрде белсенді музыкамен айналыстым. Одан соң үйлендік, бизнеске қарай ойыстық, есейдік, ересек болдық. Бірақ мен бұрынғы жасаған нәрсеме өкінем деп айта алмаймын. Себебі бұл жақсы тәжірибе болды мен үшін. Қазір еске аламын да, мысалы жымиып күлем. Жаңағы анау әндерімдегі боғауыз сөздер болсын, ұятсыз сөздер, провокациялық клиптер, жалаңаш қыздар деген сияқты оның бәрі жас кезде болды. Қазіргі жасымда мен әрине оның бәрін ешқайсысын жасамаймын. Себебі ол бірінші кезекте жасыма сай келмейді. Одан бөлек бәлкім дүние танымым өзгерді ма, бәлкім бұл кәрілік па, мен білмеймін. Бірақ мен өткен нәрсеге өкінбеймін. Бірақ дәл қазір соны жаса десе мен жасамас едім. Солай. Ал сен, яғни сенің бүкіл бағытың ауысып кеткені, ол сен жаңағы үйленіп есейген деп ойлайсың ба? Содан көзқарас ауысты дейді. Өмірге деген көзқарас ауысты деп жатыр. Жоқ, бәлкім мен өзім әлі нақты білмеймін. Дүние таным ауысты ма, көзқарас ауысты ма, бәлкім әйелім рұқсат бермей ма, мысалы үшін жалаңаш қыздармен клипке түсуге. Сондықтан да ол жағын енді көзқарас ауысты деген дұрыс шығар, әйелім рұқсат бермейді дегеннен гөр. Былай ғой, ана жерде хейт жазғандар, яғни бізбен жастылар ғой. Сен мысалы жассың, сен ол клиптарды көрмедің. Меніңше, бізбен жастылар көрді ғой сол клиптарды, боғауызды естігендер көбінесе. Иә, солар. Олар өздері соны көріп отырып, сен сол жағын ойламадың ба? Иә. Мысалы, ондай нәрсені көрмейтін адамдар бар, бізбен жасты. Шыңғысты танымайды. Жоқ, олар Шыңғысты танитын адамдар екіге бөлінеді. Біреуі жаман клиптерінен таниды, екіншісі қазіргі тарихи видеолардан таниды.
сен мысалы айттың ғой мынандай жаман клиптер бар екен ғой деп, мен мысалы көрмеппін дедім саған. Мен басқа анандай аудиосын ғана тыңдайтынмын да. ол өзі айтып берген маған солар туралы. Ана өмірбаян айтып жатқан кезде. Жоқ, бір қызығы да, оны сынап комментарий жазып жатқандар кезінде сол клипті көрген адамдар. Фанаты болған ішінде бар сол, иә. Қазір өзгерді да, не қылады, өзін кінәламайды, ал жаңағы әншіні кінәлап отыр. Сен сөйткенсің. Солай Достар, сендерге қоятын сұрағым бар. Осы сендердің жүргізіп жүрген каналдарында бір идеология, үлкен жатқан бір идея бар ма? Әлде жай ғана табыс үшін немесе ермек үшін жасап жүрген нәрсе ма? Әділ, бұл жолы сен бірінші айтсай. Айтпай отыра береді екенсің. Негізі сөздің ашығы, шыны, былай ақша үшін бар ондай. Бірақ дегенмен қазіргі таңдағы қазақ тілінің контенттің дамуы өзіме ұнамай жатыр. Қалайсың да? Жеке өзімдікі ма ұнамай жатыр? Жоқ, жеке өзімдікі емес, жалпы Қазақстандағы. Тек қана қазақ тілде әзіл, сериал, анау, былай арна тематикалық пайдалы контент жоқ. Пайдалы. Ал сенікі қайсысына жатады? Мен өзімдікін анандай пайдалы адамдарға көмек тигізетіндей, дамытатындай деп айта алмаймын. Сенікі не андай, яғни сауық демалып отырған кезде көретін сондай, әзіл сериалдар сияқты, былайша айтқанда? Жоқ, сериалдардан бөлек. Жоқ, толық ондай емес. Кімде мысалы үшін пайдалы ақпараттар, лайфхактар. Мысалы әлемдегі мынандай тарихтағы болған мысалға топ 10 бір сыр. Енді жалпы дамуға жатады ғой, бұл андай білім беруге жатады ғой, былай категориясын алатын болсан, білім беруге жатады. Ең бірінші қазақтың контенті ол қазақ тілін дамытуға жатады. Өйткені ешқандай мектептегі қазақ тілі үйрететін ол бәрі екінші планда. Өйткені қоршаған орта, талқылайтын ақпарат, ол контентті талқылайды. Сондықтан қалай айтпаса да, ақша үшін болса да, бұлар өте үлкен үлес қосып жатыр қазақ тілінің дамуына. Ойымды аяқтап тастайын. Негізі сол ақша үшін дегенмен қазақ тілді дамытуға үлесімді барынша қосқым келеді. Осы күнге дейін қостым деп ойлаймын даже. Мысалы, әлде өзімнен орыс тілді сөз паразиттер арасында шығып отырады, сонымен күресіп қазақ тілді толықтай сөйлеуге өзім тырысамын. Және өзіме ұнамайтын заттардың бірі, мысалға Қазақстанда қазақ тілі кішкене екінші деңгейде болып тұр деп өзіме көрінеді. Рас қой? Мысалға Үндістанды алатын болсақ, Үндістанның өзінде 33 тілі бар, бірақ хинди тілін барлығы мойындайды, барлығы сөйлейді. Оңтүстік Африка Республикасында 11-15 тіл бар, бірақ зулу тілін барлығы біледі. Жаңағы паразит сөздер туралы сұрағым келіп отыр. Сен өзің қазақ мектебін бітіргенсің ба? Қазақ мектебін бітірдім. Қазақшаң жақсы, орысшаға қарағанда. Менің бір байқағаным, орыс тілді жіті жақсы меңгерген адамдар паразит сөздерді байқай алады. Тек қазақша сөйлейтіндер бар ғой, паразит сөздерді байқаймай қалады. Ол қазақ сөзі сияқты қабылдап кеткен да. Доня сияқты ма? Соны паразит сөздерден құтылуға жаңағы орыс тілін жақсы меңгерген адамдар оңайырақ сияқты. Қалай ойлайсыздар? Құтылуға оңайырақ. Өйткені оны біледі да, қашан орысша қосты, қашан ол қазақша қосып отыр. Қазақша сөйлейтіндер ол паразиттер. Қазақ тілінде де паразит сөздер көп бар. Мысалға жоқ, біз орыс сөздерін айтып отырмыз, паразит деп. Жаңағы идеология туралы айтып жаттық қой негізі. Мысалы үшін біз ағылшын тілін үйренген кезде, ағылшын сөйлеген кезінде орысша я болмаса қазақша паразит қоспаймыз ғой. Hello, my name is Шыңғыс ғой деген сияқты қоспаймыз ғой. Сол сияқты жаңағы орыс тілді адамдар қазақ тілін үйренсе, олар қазақ тілін шетел тілі сияқты үйренеді да. Сондықтан таза сөйлеуге тырысады. Бар мәселе сода деп ойлаймын. Бұның да сөздің жаны бар негізі. Жаңа идеология сұрағына қайта оралайықшы, маған сол қызығып тұр қазір. Каналдың осы істеп жүрген, мысалы мен каналды әр видео түсірерден бұрын бір келетін ой бар ма? Мен не үшін бұны түсіріп жатырмын деген сияқты. Оған жауап берді ғой, жалпы басты мақсат. Негізі табыс үшін, бірақ қазақ тілін дамытуға қосып жатқан үлесімді оны да ескерем деп айттың, иә? Жалпы мақсат қандай? Солай. Негізі менің мақсатым қазіргі адамдар қарап қазақша контент түрлі жанрда түсірсе ғой деген. Мысалға аяқ астынан кез келген ұлты қазақ адам
орысша сөйлейтін, ол қазақша сөйлеп кетпейді. Айтпақшы, бөліп жіберейін қазір, ұмытып кетемін, мына тақырып бар ғой. Қазақша контентті дамытай көбейтейік дейміз да, жаңа өзі айтқандай әзіл жаңалықтар ол жеткілікті. Бір соны айтайын үйренейін деп. Айта бер. Бір нәрсені үйренейін дейсің ғой, бір программаны. Бәрі орысша. Иә, сол кезде сен не ағылшынша, не орысшаға. Осы бір программаларды жақсы білетін мамандар бізді қарап отырса, сіздерге өтініш қалай да болсын бастап кетіңіздер. Бір бағдарламаны болсын, немесе қолыңыздан бір нәрсе келіп отырса, соны қазақша контент түсіріп, өйткені таба алмай жатыр. Сондайларды қарау арқылы жаңағы сөздік қорда адамдардың көбейеді. Кәсіби контент жоқ қазақ тілінде. Кәсіби контент жоқ. Кәсіби жоқ. Ал Шыңғыс, сен не айтасың? Идеология, жаңағы контент жасауының басты мақсаты ма? Жалпы идеологиясы, идеясы туралы. Ұлы идеясын. Менде ондай асып баратқан идея жоқ. Себебі мен, мысалы үшін, өзімді, мысалы, қазақ тілі маған мұқтаж деп есептемеймін. Мен қазақ тіліне мұқтажбын да. Сондықтан жасап жатырмын. Менде ондай қазақ тілін дамыту, мен осыны қазақ тілін дамыту үшін істеп жатырмын деген менде мақсат жоқ. Себебі мен қазақша істеймін, себебі мен қазақша ғана жасай аламын. Қазақ тіліне мен мұқтажбын да. Егер де барлық біздің қазекеңдердің ұстанымы осындай болатын болса, тіл маған мұқтаж емес, мен тілге мұқтажбын десе, мен бұл жерде келіспеймін. Сол кезде, мысалы үшін, қазақ тілі өзі баяу, өзі-ақ дамиды. Жаңа әділ айтпақшы, әзіл толып кетті, бірақ қазақ тілінде. Әзіл, жаңағы арзан қол контент көбейіп кетті, бірақ қазақ тілінде. Басты мақсат осы емес пе? Қандай болсын, қазақ тілінде болған дұрыс. Шыңғыстың айтып жатқаны, тілді инструмент ретінде ғана көрем деп тұрсың ғой, сөйлейтін инструмент ретінде. Ал біз Нұрғожа екеуміз тілді жаңағы бүкіл қазақилықтың бір үлкен бір бөлігі ретінде көріп отырмыз да. Қазақилықты ояту үшін тіл де ояну керек деп отырмыз да. Біз сол үшін сенің көзіңе сөйтіп көрінетін шығармыз, ойбай деп тисе беретін, мұңды жүретін сөйтіп көрінетін шығармыз. Бірақ шын мәнінде бұл бізге үлкен бір не да тиіп жатыр да жанымызға. Қазақ тілі дамымай біздің қазақилығымыз, дәстүрлеріміз де бәрі ұмытылуы мүмкін деп. Тіл ол ең бірінші құрал деп ойлаймыз біз. Оны жаңа дамытуға құрал, жай сөйлеуге емес. Өйткені сен дәстүріңді орысша түсіндіріп жатсаң, оның несі жақсы оның? Жоқ, мысалы үшін сендердің позицияларың қазақ тілін жылап жүріп дамыту ғой, қазақ тілін көңілді. Сөйтіп көрінеміз біз. Қазақ тілін зар илеп жүріп дамытуға болмайды ғой. Жоқ, қарасай. Көңілді Қазір ешкімді өзіңді өзгелерге құбыжық ретінде көрсетпей. Қазақ тілі қазір ол әзіл қой, КВН-нің тілі болып тұр, неше түрлі андай әртүрлі нелер бар ғой, өсек соғатын нелер, бағдарламалар, соның тілі болып тұр да, базардың тілі болып тұр, ауылдың тілі болып тұр. Ал орыс тілі білім тілі болып тұр. Егер саған бір білім керек болса, мен 3D Max үйренемін дейсің, Photoshop үйренемін дейсің, сен орысша немесе ағылшынша іздейсің. Қазақ тілі ғылым мен білімнің тілі болмай тұр. Біз соны ғылым мен білім тілі қылып жасағымыз келіп жатыр. Мысалы, Елзат дизайн туралы қазақша түсіндіреді, оны бұған дейін ешкім жасамаған. Дизайн бәрі орысша болған. Мен қазір тарихты айтып жатырмын, тарих қазақ тілінде болған әрине, бірақ соны көбейтуге тырысып жатырмын да. Мысалы, тарих туралы көп адам айтады, бірақ орысша айтады. Көбісі орысша, иә. Тіпті тарихи неше түрлі жиындар болып тұрса да, конференциялар, форумдар барлығы орысша өтеді. Көп аккаунттар бар тарих туралы, олар барлығы орысша. Соның өзінде орысша болып тұр да. Енді қазақ тілін білімді адамдардың интеллигенцияның тілі ету, ол біздің мақсатымыз мысалы қазір. Жалпы қазір барлығымыз қазақша сөйлей бастасақ, ол солай білім тілі болып кетпейді қазақ тілі. Білім тілі болу үшін нақты адамдар сөйлеу керек қазақ тілінде. Білімді адамдар. Былай ғой, қарасай, сен орысшаны білмесең, сен білімсізсің деген ұғым қалып кеткен. Сондан айырылу керек. Яғни білімді адамдар орыс тілін біліп тұрса да қазақ тілін таңдап тұрса, сол кезде қазақ тілін біліп шала орысша сөйлемейді. Өйткені ол өзін жақсы санайды. Өйткені танитын блогерлар қазақша сөйлеп жатыр, ол үшін ұялып жатқан жоқ. Ал қазір тек қазақ тілі білетін қазақтар өзінің орыс тілін білмейтін ұялып, шала орысшаны қосып бір нәрсе қылып сөйлейді. Сол мәселе. Мен тақырыбыма қосылып тұр ғой, бұл жоқ емес, иә деп айту керексің. Ең басынан мен айтып тұрмын ғой, ана қазақ тілді контент көбірек болу керек деген кезде түрлі жанрдағы емес, мысалы балалар көреміз ғой, мысалы кішкентай балаларымыз ютубтан не көреді? Coco Melon, Lulu Kids дегендерді көреді. Қазірден бастап
мысалы үкімет қазақ тілдің дамуына ақша бөлу керек, балаларға арналар істеу керек. Ондай жоқ. Иә. Мысалы балаларымыз қазақ тілді сөйлей бастаса, ертең олар уже бәріміз қазақша сөйлейміз. жоқ, балалар арнасы бізде балапан бар ғой. Балапан біреу қанша жыл. Балапанды жоқ, мысалы үшін көп адам. біз негізі қолда бар алтынды бағаламаймыз негізінде. Қараңдар, осы қашан бір ай бұрын ба Қырғызстанның жоғарғы кеңесінде бір депутат сөйлеп еді ғой, балалар қазақша сөйлеп кететін болды ғой деп ше. Біздің ана мультфильм көрсететін арнамыз балапанды солар Жоқ, көріп, енді қара. біз оларға, мысалы сендер үшін орыс тілі қауіп қой. Олар үшін қазақ тілі қауіп болып тұр. Жоқ, сондықтан да оларда балапанды көреді, бізге бар нәрсемен жұмыс істеу керек. Қазір балалар планшет, телефон ұстап өсіп жатыр. Сондықтан балалардың тілі кеш шығады, себебі олар бүкіл рекомендацияны көре береді да. Оған немісше видео шығады, қытайша, ағылшынша, орысша, ол түсінбейді, ол тілдер бір-бірімен сәйкес емес. 3 жасына дейін сөйлемей жетті, сосын бір күні hello деп шығады. Былай айтқанда балапанды қарайтындар планшет, телефоны жоқ балалар. Олар ауылдың көбінесе балалар. Олар онсыз да қазақша сөйлейді. Депутаттың баласы Қырғызстан планшеті жоқ деп ойламаймын. Жоқ, енді айтып тұрғаным, олар көп уақытын балапан қарап өткізеді да. Ал мен мысалы өзім неге TikTok-тан жүргізіп жатырмын тарих туралы? Неге мен барып лекциялар жүргізбеймін? Себебі адамдардың көзі лекцияда емес, телефонда. Сол үшін телефон арқылы жеткізу керек оларға. Ертең барып далаға айғайлап тұрсаң, сені 10 шақты адам тыңдайды. Ал телефоннан сені миллиондаған адам тыңдай алады. Сондықтан бала не ұстап тұр, қолында, көз алдында не тұр, сол көз алдында тұрған жерге көрсету керек деп жатырмыз ғой. Телевизорды қазір көп адам қарамайды. Көп адамда қазір телевизорға тіпті кабель қосылмаған, ютубқа арналған телевизор қазір көп үйде. Сен отырсың ғой, бар нәрсемен жұмыс істеу керек сол үшін. Барға қанағат деу керек. Бар нәрсемен жұмыс істесең. Барға қанағат деу керек, ал сен екеуің үнемі жылап, мұңайып сөйтіп жүресің де. Контенттерің сондай деп позициясы түсінікті болды Шыңғыстың. Сол зарилей берудің қажеті жоқ та, сәл жымиып өмірге. Әлем деген керемет қой. Әлем деген ақ пен қара емес қой, тек қана сұр түсі бар, жасыл түсі бар, қызыл түсі бар, күлгін түсі бар. Сондықтан да әлем деген әлде қайда күрделірек. Қазақ тілінің халі мүшкіл емес. Себебі мысалы үшін мен кезімде, мысалы мен ес білгелі телеарнада күндіз қазақша көрсетпейтін. Одан соң заң шықты, мемлекеттік тіл 50% болу керек деп. Сол кезде қазақ тілді бағдарламалар түнде 12-ден кейін көрсететін. Кім есінде шығар? Елзаттың. Енді қазақ тілі әлсіз болмағанымен оны мықтырақ істеу керек қой. Қара, қазақ тілі мүшкіл емес деп айтып отырсың ғой. Оның мүшкіл емес болуының себебі осылай біз сияқты шырылдап қазақ тілін дамытайық деп жүрген адамдардың арқасы емес пе? Енді егер бұрыннан бері сөйтіп жүрсе қазір шырылдағаннан ештеңе шықпайды ғой. Жоқ, жасап жүр ғой. Мысалы сол біз жасап жүрген нәрселерге басқа сұрақ қояйық. Мен өз тарапымнан біздің сәулет өнеріндегі дизайндағы сәулет өнерінің дизайнын қазақи үлгіде жасау керек деймін. Ол да сондай мәселе, тіл сияқты. Яғни ол да идеология, ол да біздің болашақ буынның тәрбиесі. Жерде ол кәдімгі құрал тәрбиелеуге. Мысалы сол жайлы не дейсің? Ол да бола берсін ба? Жайлап біз шетелдің француз, ағылшын стилін қайталап жүре берейік па? Енді саған сұрағыңа сұрақ. Бізде қазақтың архитектурасы бар ма? Ұлттық архитектурамыз бар ма негізінде? Егер менің контентімді көрсең, мен ол жерде керісінше айтамын. Бізде болмаған, бізде парсы стилі болған. Жасау керек дейді. Бізде дәл қазір керемет мүмкіндік пайда болып тұр. Бүкіл әлем қазір стильге, бір жаңадан пайда болған стильге аш болып тұрған кезде қазақшаны паш еткізейік. Өйткені бізде оған мәдени мұра жеткілікті. Оюларымыз болсын, жаңағы киіз үйдің элементтері болсын, сол арқылы біз жаңадан бір стиль ойлап табуымызға болады деп. Соны айтып жүрмін. Қазақ тілі өйту керек, бүйту керек деген ол қосымша, оның бәрі бірегей ұлтшылдыққа, осы қазақилық қалып келетін нәрсе деп жатырмыз біз. Зарлап жүргеніміз сен айтуыңша сол себеп. Қалай қазақ тілінің жағдайы нормальный деп айтсың? Егер мысалы кинотеатрда бүкіл кинолар орысша шығып жатса, мысалы Түркияда, Өзбекстанда өз тілдерінде шығады, бізде 90% орыс тілінде. Енді Түркия мен Өзбекстан ол моноұлтты десек болады ғой жерде. Бізде де қазақтар көпшілік қой. Қазақтар көпшілік, бірақ қазақтың қаншауы қазақша сөйлейді. Мәселе бұл жерде тек енді осы ғой көрсетіп тұрған қазақ тілінің жағдайын қазіргі таңда. Енді сол үшін баяу адамдарға қазақ тілін құбыжық қылмай, оларды мәжбүрлемей, неге қазақша сөйлемейсіңдер солай ойлайсың ба? Біздің жай баяу жасау керек тек қана. Мен мысалы үндемей
жасап жатырмын қазақша. Енді сұрақ, сонда біз қазақша болу керек деп айтып жатқанымыз, біз қазақ тілін құбыжық қылып көрсетіп жатырмыз ба? Зар илеп, мысалы үшін зар илеп, ойбай қазақ тілінің хәл мүшкіл жоқ, сен біздің контентті көрмеген сияқтысың ғой. жоқ, мен көрген екен айтып тұрмын ғой. Қазақ неге ойы жоқ, неге қазақша сөйлемейсіздер, неге деген екен. Мысалы үшін мен көңіл күйім түседі. Бірақ менде салыстыратындай бар да. Себебі бұрын бұны айтып отқан адам жаңа қылмыс пышақтап кеткен сондай нәрселерді түсіретін адам бізге зарлап жүрсің, настроениені түсіріп жүрсің дейді. Енді мен контентімде соңында адамдарға абай болыңдар деп үгіттеймін. Бұндай жағдайларға жолықпаңыздар деп үгіттеймін. Бізде үгіттейтініміз болашағымыз жарқын болады. Осыны істесек болашағымыз жарқын болады дейміз соңында. Бәрі қазақша сөйлеп кететін болса, болашағымыз күшті болып кетеді. Иә, әрине. Ұлттық идеология ғой оның бәрі. Бүкіл совет үкіметін алатын болсаң, Американы алатын болсаң, дамыған елдердің бәрінде ортақ бір идеология бар. Бізде идеология жоқ. Бізге даму керек дейміз да, идеологиясыз ондай нәрсеге жету қиын. Соны айтып жүрміз зарлап. Неге бізде идеология жоқ? Қазақтың тойы бітпесін дегенше. Соңында әзіл демесең бар ғой, мен сенің көңілім қалады. Қараш, мысалы Африка елдері не үшін кедей? Себебі оларда жаңа колонияның территориясын бөліп тастаған. Олар тіліне де, дініне де қараған жоқ, жаңағы тері түсіне де қараған жоқ. Сол үшін мысалы бір мемлекетте 5-6 тіл сөйлейді. Әр тілдің өзінің бір нелері бар, сөйлейтін адамдары. Сондықтан олар бір-бірімен дұрыс жұмыс істей алмайды, бір ортақ бір нәрсе шығара алмай жүр да. Бізге көп ұлттық деген негізі көп ұлттық болсын, бірақ көп тілдік деген ол өте нашар нәрсе. Біз бір тілде сөйлемесек, біз ешқашан бір ел бола алмаймыз. Түсінесің бе? Швейцария, Бельгия. Не деп отырсың? Не Швейцария? Бельгия, Швейцария, 2 тілді, 3 тілді мемлекеттер. Жағдайлар жақсы. Жоқ, негізгі тілі оларда өз Бар ғой. ұлтының тілі Жоқ, ғой. бүкіл халық сөйлейтін бір тіл болу керек деп Жоқ, жатырмын. мен мысалы үшін ешкім қазақша сөйлемесін деп жатқан жоқпын. Жоқ, барлық нәрсеге ересек көзқараспен қарау керек. Мысалы үшін папуастар 100% өз тілінде сөйлейді. Австралиядағы аборигендер бар ғой, олар да 100% өздерінде тілдейді. Ана Полинезия аралдарындағы тайпалар бар ғой, Самоа, Маори, бір бәле, олар да бәрі өз тілінде сөйлейді, бірақ әлі үстеріне шөп киіп жүр. Шыңғысқа политик болу керек, любой сұрақтан бүйт. Жоқ, мәселе тек тілде емес та. Мысалы адамның білімін арттыру. Жоқ, әрине тек қана тілде емес. Тек тіл бәріміз қазақша сөйлейік, бірақ дегенмен де адамның сапасын арттыру керек, білімін арттыру керек. Шыңғыс, қара, егер біз білімді, ғылымды дамытып, бірақ тілді дамытпасақ, идеологияны дамытпасақ, ол білім мен ғылым дұрыс емес жаққа кетеді ғой. Басқа біреудің пайдасына кетіп қалады. Американың пайдасына кете ма, Европаның пайдасына кете ма, немесе тіпті Ресейдің пайдасына кете ма. Мысалы, Кеңес одағында білімді адамдар көп болды, жұмыс істейтін адамдар көп болды. Бірақ олардың идеологиясы ұлттық болған жоқ, қазақи болған жоқ. Олар бүкіл өзінің білімін де, күшін де, ақшасын да, ресурстарын да барлығын Мәскеуге жіберді. Вот сондай, сен ойынша ол жақсы сценарий да. Тек Мәскеуге жіберген жоқ. Ұлттық идеология жоқ, бірақ жаңағы білім бар. Бұл сен ойынша жақсы сценарий. Ал мен ойымша жақсы сценарий. Білімде, технологияда, ресурста бар, соған қоса идеология мықты болу керек. Егер екеуінің біреуі жоқ болса, ол жаман. Мысалы жаңағы Папуа деп айтып жатқандарын, оларда ұлттық жаңағы бір орта тіл, мәдениет болса да оларда ресурс жоқ. Бірақ екеуі бірге жүру керек. Біреуін алып тастап, сен жаңа өзің айттың ғой, әлемді бәрі ақ пен қара деп нетеді деп. Сен өзің сөйтіп кетіп қалып жатсың да, неге? Шеттен тыс, мысалы сен айтып жатсың. Оларда тіл бар ғой деп. Оларда тіл бар, бірақ жаңағы ресурс, ақша, білім жоқ. Екеуі де болу керек. Біреуі тіл болса, білім болмайды деген сөз емес қой. Сен не ойлайсың? Келсем, мен баға келіспеймін деп айтасың болады. Мен ботқа болып кетті да, мен дұрыс түсінген жоқпын, ой желеген аса қатты. Оның бір сөзбен айтқанда екеуі бірге жүру керек дейді. Яғни тілмен бірге, бірақ тілді тезірек қайтаруымыз керек деп жатыр. Жақсы деңгейге бірінші болып тұру үшін орыс тілінен кейін емес. Яғни ресми қазақша бірінші болып тұрғанмен практикада қазақ тіліміз екінші болып тұр. Соны бірінші қылу керек дейді. Содан кейін экономиканы да дұрыстау керек деп жатыр.
сол кезде біз папуа болмаймыз. Сендер кімге ренжіп жүрсіңдер? Қазақ тілінің жағдайы нашар болған Ешкімге мемлекетке ма? Жоқ, орыстың идеологиясына бізге қойып кеткен. Иә, кеңес одағының идеологиясы бізге қойып кеткен нәрсені тезірек шығуға болады біздің қолымызда деп жүрміз. Жоқ, сұрақ басқаша қояйын. Қазақ тілінің дамымай жатқанына кім кедергі, дамуына кім кедергі болып жатыр сендердің ойларыңызша? Кеңес идеологиясының өтіп кеткен нәрсені айтпаңдаршы. Қазіргі таңда ол қазіргі таңда әлі бар ол. Сендер жалпылама айтпай, нақты айтсаңдаршы, қазіргі таңда қазақ тілі дамымай жатыр. Жоқ, дамып жатыр, бірақ баяу дамып жатыр. Дамып жатыр дейді. Әділ тыңдайықшы. Дамып жатыр ма, дамып жатқан жоқ па? Дамып жатыр, мен бағанадан бері айтып отырмын ғой, дамып жатыр. Бірақ 30 жылда қажетті деңгейге жете алмай жатыр ғой, қазақ тілі. Кім кінәлі соған? Қазақ тілін мойындамайтын адамдар. Олар кімдер олар? Қазақтардың өздері жаңағы қазақша сөйлемейтін. Орыс идеологиясының пропагандасына әлі беріліп, олардың ата-анасы да бұрын орыс мектепке берген, орысша сөйле деп тұрып, олардың миына құйып тастаған. Содан айырылу керек. Оны айырылу үшін сен күліп жүріп айтсаң, адамның миына кіргізу қиындау. Сол үшін біз зарлап жүрміз. Сол үшін агрессияға агрессия туындайды. Агрессиясыз. Біздің аудиторияда агрессия мүлде жоқ. Билікке ренжіп жатқан реніш жоқ ешқандай. Сен мемлекет көріп тұрсың ғой бізді. Мемлекет заң жүзінде мемлекеттік тілді бекітіп қойды. Мемлекет миллиондап, миллиардтап қаражат бөліп жатыр. Қазақстан телеарнасы бар, мысалы республикалық. 100% қазақ тілінде, ел арна бар, анау бар, басқа. Қазақ тіліне мемлекет барынша көмектесіп жатыр. Былай. Сендер сонда қарапайым адамдарға ренжіп жүрсіңдер ғой көшеде. Былай, мысалы, үкімет тарапынан жасалып жатыр, бірақ ол грубо жасайды. Мысалы, кино идеологияға көмектеседі дейді дағыны көшпенділер түсіреді. Ал былайнан степ бай степ жасап жатқан жоқ. Мультфильмдарды да идеология қосайық оның ішіне. Кішкентай ұрпаққа да, орташаға да. Сондай тірліктер идеология қолға үкімет тарапынан алынып жатқан жоқ. Содан кейін сол тірлікті біз істеп жүрміз. Біз істеп жүргеніміз де дұрыс емес. Соның бәрі болмау керек еді. Мен де Нұрқожа да осы салада жүрмеу керек еді. Осының бәрі онсыз да жұмыс істеп тұру керек еді. Үкіметтің тарапынан Өзбекстан сияқты сондай деңгейге жетуіміз керек еді. Идеология арқасы. Солай Қазақ тілін бізде дамытып жатырмыз да Нұрғожамен. Бірақ еріксіз Шыңғысты дамытып жатыр. Ол өзі әдейілеп емес, еріксіз дамытып жатыр. Қалай болғаны саған дұрысырақ? Екеуі де, иә. Негізі дұрыс, екеуі де болған. Бірақ біздікін жоққа шығармайсың. Шыңғыс сияқты. Жоққа шығарып жатқан жоқ. Дұрыс емес. Сендердің әр тамған көз жастарыңды мен бағалаймын. Сендердің әр көз тамған жастарың бриллиант мен үшін. Жоқ, Шыңғыс проблеманы жоқ деп жатыр ғой. Қазақ тілі онша қатты мүшкіл емес деп жатыр ғой. Зарлама деп жатыр бізге, зарлама. Мұнда зарлаған емес, өзіме ұнамайтыны мысалы, ютубта жүрген кезде қарапайым былай мысал ретінде алатын болсақ, орыс тілді түсіретін адамдарға қазақ тілді түсіретін адамдарға қарағанда ақшаны көбірек төлейді жарнама берушілер. Солай ма? Қазір олай емес сияқты ғой. Мысалы, егер сен қазақ тілді аудитория негізі қымбатырақ тұрады жарнама берушілер үшін. Жарнама берушілер үшін қазақ тілді аудитория не покупающая аудитория деп ойлайды. Ақшасы жоқ дейді. Жоқ, нені айтып жатыр ғой? Интеграцияны айтып жатсың ғой, монетизация емес. Монетизация емес. Интеграция деген видеоның ішінде өзі айтатын. Негізі реклама анау алып тұрасыңдар ма әртүрлі брендтерден? Алып тұрамыз. Жей ма? Әлде тек қана YouTube өзі төлей ма, әлде сен жаңағындай рекламаның арқасында алып шығасың ба? Қазақ тілді жарнама берушілер, Қазақстандағы жарнама берушілер қазақ тілін мойындамайды. Бірақ Ресейден келген жарнама берушілер қазақ тілді видео болуын талап етеді. Қызық, иә? Өйткені олардың ойлауынша Қазақстанда барлық қазақша сөйлеу керек. Ал Қазақстанда өйткені Совет үкіметінің идеологиясы жоқ қой орыстарда қазір. Қойш, әлі өздерінің кеңес одағы деп жүргендер бар ғой олар. Негізі қызық екен, қазақ тілді аудиторияның рекламасы арзан болу, жаңағы сіз айтқандай ақшасы жетпейді деп жатыр дейсіз, иә? Мысалы, менің аудиториямның 98% Қазақстанда, TikTok-тың өзінің арнайы инструменттері бар, сонымен қарағанбыз ғой, қандай телефон ұстайды аудитория. 61 нәрсе пайызы iPhone ұстайды екен. Яғни қазақ тілді контент көретін аудиторияның 60%-ында қолында iPhone бар, демек олар негізі ақшасы бар адамдар деуге болады, иә. Сосын негізі былай статистикаға қарайтын болсақ, жаңағы сухой статистика дейді ғой, қазақ тілді аудитория негізі сатып алушы аудитория, яғни оларға бір нәрсені сату оңайырақ.
мысалы орыс тілді аудитория қатты қанық кеткен ба сондайға, білмеймін, бірақ олар солармен салыстырғанда қазақ тілді аудиторияға, мысалы қарапайым мысал алайықшы, анау блендер бар ғой қазіргі сатылып жатқан, оның көп қазақ тілді аудиторияға өзім байқағанымша көп соны сатуға тырысқан, барлығы сатып алды. Анау кілемді қыратын андай щетка бар ғой, қазақша жарнамалады оны көбінесе. Қазақ тілді аудитория барып жабылып сатып алды. Негізі былай қарайтын болсақ, бұл дұрыс емес тұжырым, қазақ тілді аудиторияның ақшасы жоқ деген. Себебі тіпті ауылдарды алатын болсақ, бар ақша негізі ауылдарда жатыр. Тіпті оның ақшасы қаладағы адаммен бірдей болса да, ол ақша бос жатқан ақша. Ауылда сен көп ақша құрта алмайсың. Сен барып, сенде 100 қой болса, сол бір қойды сатып жіберіп, қанша ақша табасың мысалы, иә. Негізі қазақ тілді, яғни ауылдарда отырған адамдар нағыз сатып алатын адамдар деп айтуға болады ғой. Иә, болады. Енді мысалы тойдың өзіне қаншама адамдар миллиондап тойға жұмсап жатқан кезде, иә, қазақ кредитке жоқ, ауылдағы адамдарда кредит жоқ. Қаладағы кредит студенттерде. Мысалы үшін енді бұл көзқарас, жаңағы ауылдың адамдардың бәрі бай, бір қойын сатса пәленше ақша болады деп қой сату оңай емес. Біз мал базарға барып қой сатқанбыз, қой сату деген оңай тірлік емес, айту оңай. Дегенмен де ауылдың бәрінің жағдайы керемет, халқы өте күшті тұрады деп мен айта алмас едім. Жоқ, қараш, мысалы сен анау мұғалімдер туралы айтып едің ғой, мұғалім, мысалы ауылға барсаң мұғалім болып сен қырғын ақша аласың, сен ол ақшаны құрта алмайсың ешқайда. Бір отбасылар бар, сол үшін той жасайды. Мамасы бір ғана әйел жұмыс істейді, 7 баласы бар, күйеуі жатады үйде, мұғалім болып істейді, бүкіліне жетеді ақша, еще қаншама ақша жиналып отырады оларда. Барып қаладан квартира сатып алып сдавать етіп отырады, сосын барып магазин ашады, барып оқуға жібереді баласын. Себебі ақша құртатын жер жоқ. Тойға ғана құртып жатыр. Иә, тойға кетіп жатыр. Ол бір басқа проблема негізі. Енді қазіргі сұрақ не болып тұр ғой, анау жарнама беретін адамдар, сатып алатын адамдар. Не үшін олар қазақ тілді аудиторияны кем санайды? Сен сұрағыңды түсіндім да, мен жауап беріп көрейінші. Мен өзім ойымша бұл жерде айтып жатыр ғой, жаңағы Ресейден келгендер қазақ аудиториясын бағалайды. Ал біздің өзіміздің жаңағы SMM-шіктер олар бағаламайды. Олар меніңше анандай ескі ұғымда қалып кеткен да. Қазақша сөйлейтіндердің білімі жоқ, яғни ақшасы аз деген олар өздері ұғым қойып алған, сөйтіп аудиторияны екіге бөліп тастаған деп ойлаймын. Ал негізі ол шешімді қабылдап отырған кім сонда? Жаңағы жарнаманы арзан бағалап отырған адамдар. Агентстволар. Агенттіктер. Мысалы менің ойымша бұл жерде екі мәселе бар. Мысалы үшін жаңа маған да ол ресейлік YouTube арнама, ресейлік жаңа агенттіктер нелер жарнама жөнінде шығады да. Қазақ тілді болуын қалайды олар. Қазақ тілінде болды, мен қай тілде деп сұраймын да, ол қазақ тілінде деді, сон былай. И мен ол жерде ойлап қалдым да, бәлкім бұлар біздің Қазақстанның бәрі қазақша сөйлейтін шығар деп сөйтіп ойлайтын болар деп ойладым мен. Соны ойлана келе мынандай ойға келдім да мен. Бәлкім олар мысалы үшін сол жаңа өнімін орыс тілді арналарында, өзінің ресейлік арналарында жарнамалайды ғой орысша. Олар орыс тілін қамтып қойған да жарнамамен. Енді келесі кішкентай нарыққа кіргісі келіп жатыр қазақ тілінде. Бар мәселе осы да деп ойлаймын. Олар бір қазақ тілі күшті дамып кеткен, тек қазақ тілінде деген сияқты оларда бір ой бар деп ойламаймын. Олар өткен орысша жарнама беріп қойды, орыс тілді аудиторияны қамтып қойды. Мәселе неге қазақша контентті бағаламайды болып тұр? Иә, орыстарды былай алшы, мысалы біздің қазақтар арзан бағалап тұр ғой. Біздің қазақстандық агенттіктер біздің қазақ тілді жаңағы контент жасаушыларға жүгінбейді жарнама жөнінде. Оларға керек емес. Жоқ, біздің қазір көрермендер түсінбей отқан шығар. YouTube'да негізі екі жарнама бар. Біреуі сіздер жаңа пропустить дегенді басасыздар ғой, өткізіп жіберу жарнама. Оны монетизация деп атайды. Ол YouTube өзі төлейді ақшаны. YouTube өзі төлейді. Бірақ YouTube'тың ішінде, яғни видеоның ішінде сен блогер өз аузымен жарнамалайтын жарнаманың бағасын айтып жатырмыз қазір біз. Иә, соны қараш, бағана қолдау айтып едік қалдыңғы подкастта. Сол қолдау болмай тұрған ғой. Қазақтар өздерінің қазақи контент жүргізіп жүрген блогерлерін қолдамайды. Негізі жаңағы біздің кәсіпкерлер осыны көріп отырған болса, әртүрлі бренді бар, дүкені барлар, егер блогер қазақша жүргізіп жүрсе, оның жарнамасын жөнді бағалауды негізі шақыру керек осы жерде. Өйткені ол дұрыс емес ұғым, қазақша сөйлейтін болса білімсіз, оның ақшасы жоқ деген. Керісінше, қазіргі таңда жастарда, үлкендерде қазақша видеолар көп көреді, өйткені ол аз.
яғни бір нәрсе ізденген адамның уақыты да бар, ақшасы да бар деген сөз. Жай ғана логиканы қосса болады. Ол жерде мәселе тағы мынандай бар. Мысалы, неге біздің отандық компаниялар қазақ тілді блогерлерге жарнама бермейді қазақ тілді? Себебі оларға, енді олар бизнес болғаннан кейін, капитализм бизнес болғаннан кейін олар үнемдегісі келеді. А үнемдеу ол орыс тілді контент жасаушыларға жарнама береді да, орыс тілін қазақ тілде түсінеді. Сондықтан да ол көбірек аудиторияны қамтимын деп ойлайды. Бар мәселе сода деймін, үнемдеу тек қана. Мысалы үшін ол жарнаманы қазақ тілдіге де береді, орыс тілдіге де беретін болса, екі жақ ақша құртады ғой. Бұл жерде тек сол үнемшілдік мәселесі деп ойлаймын мен. Солай де. Не деп қорытындылаймыз енді? Неше түрлі нәрсе айтыстандық қой. Қорытындыға келе ме білмеймін, бірақ біз Бексұлтанмен подкаст жазған кезде бір тақырып қозғаған болатынбыз. Кеш келген платформа немесе технология бізде басқа болып келеді. Бізге YouTube өте кеш келді. Негізі Ресейде уже пикынан асып кеткеннен кейін бізге келді. Яғни қазір бір өзгерістер мүмкін жүріп жатыр. И біздің YouTube'ымыз Ресейдегі жаңағы шыңында болған деңгейден де асып түсермеген. Асып түседі. Өйткені Instagram Ресейдің Instagram'нан баяғыда асып кетті. Асып кеткен болады. Қазақ TikTok ол мүлде асып кетті, 3-4 есе асып кеткен. Ол жерде де айтқанымыз, бізге кез келген нәрсе кеш келсе, біз олардың қателіктерін көріп, жаңағы тәжірибелеріне сүйеніп тұрып жасағаннан кейін сол платформа бізде бізде фора болады да, біз олардан алдында тұрып бастаймыз жаңағы жарысты. Сондықтан YouTube'қа өте үлкен сенімдер бар. Қазақ тілді бір нәрсе білетін мамандар, кез келген нәрсенің маманы. Сіз фотоға түсіресіз ба, заводта жасайсыз ба, қазақ тілді пайдалы жаңағы мамандық бойынша кәсіби контентті көбейтуге тырысайық. Себебі ол қазір өте аз. Өзіміз үшін өзіміз істемесек, бізге біреу істеп бермейді. Жай ғана қарапайым стройка бар ғой, жаңағы құрылыс саласында. Анау кірпішті қалай былай қалау керек деген сияқты біздің құрылысшыларымыздың барлығы орысша біле бермейді. Соны бейшаралар орысшаны түсінбей, қате жасап сөйтіп жатады. Сондықтан сіздер құрылыстан болсын, хабарларыңыз болса, YouTube'қа жаңағы сабақтарды, сондай пайдалы контент түсіре беріңіздер. Оның пайдасын көресіздер көп ұзамай. Қорытынды осы бола ма? Болды енді. Әділ, сен ештеңе айтпайсың ба? Пазлға жазыл деп айтамын. Пазлға жазыл. Давай. Сау болыңыздар, достар. Давай. Пазлға жазыл деймін ба? Иә. Пазлға жазыл. Сосын Дереккөзге жазыл. Жазылыңдар. Жо, тек маған абай бол. Абай бол. Жазылыңдар. Елзат Мұқаш деген каналда бар, если